Подсознание бәрін жасай алады. Джон Кяха. 9 бөлім. Түс. Түс сіздің қай жерде екеніңізді және қай бағытта бара жатқаныңызды көрсетеді. Түс сіздің тағдырыңызды ашады. Карл Юнг. Түс адамзат баласын ежелден қызықтырып келеді. Вавилондық Гилгамеш туралы эпоста балшық тақтайшаларына жазылған ең көне түс жоруларды көруге болады. Бұл біздің эрамызға дейінгі 3000 жыл бұрын болған. Бүгінгі таңда ежелгі гректер мен мысырлықтар емделуге арналған храмдар мен ғибадатханаларда түс шақыруды қолданатыны белгілі. Киелі кітапта өз өмірлерін түс арқылы басқарған көптеген адамдар туралы айтылады. Иосиф перғауынға түсін дұрыс жорып, 7 жыл бойы өркендейтіні туралы, одан кейінгі 7 жылда мұқтаждық күтіп тұрғанын айтты. Солтүстік Америка үндістерінде арнайы түс жоритын бөлмелер бар. Онда тайпақ сақалдары салт жоралар кезінде көрген түстерін жориды және соған сәйкес әртүрлі шешімдер қабылдайды. Соңғы уақытқа дейін қазіргі қоғамдағы адамдардың көпшілігі адам психикасының бұл аспектісін маңызды деп санамай, өздерінің ішкі әлемімен байланысынан айырылды. Бақытқа орай, қазіргі уақытта жағдай өзгеріп жатыр, және көптеген адамдар өздерінің менін түсіну үшін бойындағы осы пайдалы көзді игеруге тырысуда. Түс көбінесе бойында саналы және санасыз бейнелер араласып кеткен адамдарды қызықтырады. Күнделікті өмірдегі бейнелер подсознаниедегі жасырын даналықпен кездесіп қалған сәтте. Көптеген ғалымдар алдымен өздері жұмыс істеп жатқан мәселелердің шешімдерін түсінде көрді, содан кейін ғана оларды саналы түрде дамытты. Эйнштейн салыстырмалық теориясын ашқанға дейін өзінің күн сәулесінің жарық шоғында ат үстінде келе жатқанын түсінде көрген. Көптеген суретшілер, бизнесмендер, зерттеушілер, әртүрлі мамандық иелері өздерінің түстерінен шығармашылық шешімдерін табады. Бүгінгі таңда түстер жай ғана сандырақ емес екеніне жеткілікті дәлелдер бар. Алдыңғы тарауда мен түстің көмегімен революциялық жаңалықтар ашқан доктор Байнченк пен Элиас Хоу туралы айтқанмын. Сол сияқты тағы бір мысал келтіре кетейін. Нобель сыйлығының лауреаты доктор Джеймс Уотсон өзінің көрген түсі арқылы ДНК молекуласының жұмбақ қасиеттерін ашты. Көптеген жылдар бойы ол ДНК-ның молекулалық құрамын аша алмай жүрген. Бір күні түнде түсінде бір-біріне оралған екі жыланды көреді. Ол бірден оянып кетті де, мүмкін менің іздеп жүргенім осы шығар. Мүмкін ДНК өз-өзіне оралған қос спираль шығар. Бұл форма ешқандай табиғатта жоқ деген шешімге келеді. Ол осы гипотезаны тексеріп көрді. Осылайша генетикалық кодтың құпиясын ашты. Осы жаңалығы үшін оған Нобель сыйлығы берілді. Түс адамзат баласының ұмытылып кеткен тілі. Олардағы оғаш белгілер мен таңбалар жасырын мағынаға толы. Тек оларды түсіне білу керек. Ұзақ жылдар бойы өзімнің жеке көрген түстерімді жорумен айналыстым. Сонымен қатар осы уақыт ішінде көптеген түстерді талдай отырып, мен жоғары сана бізбен түстер арқылы сөйлесетінін сеніммен айта аламын. Түстер біздің қай жерде дұрыс және қай жерде қателескенімізді көрсетеді. Бұл ішкі дисгармонияның немесе эмоционалды күйзелістің жасырын себебін көрсетеді. Олар көптеген құбылыстарды түсіндіре отырып, адам өмірінің терең мәнін ашады. Түстер адамға өз тағдырын қалай ұстау керектігін және әрқайсымыздың бойымызда жасырылған өмірдің әлеуетін жүзеге асыруды көрсетеді. Біз түнде орта есеппен 5-7 рет түс көреміз. Бұл кейбіреулерді таң қалдырады, себебі түсті сирек көремін деп ойлайтын адамдар бар. Шын мәнінде әр адам күнде түс көреді, оларды есіне сақтаса да, сақтамаса да.
Мұны дәл анықтауға болады, өйткені көздің жылдам қозғалысы ұйқы кезінде пайда болады. Бұл құбылысты анықтай отырып, физиологтар адамның түстері қаншалықты жиі көретін нақты анықтайды. Сәбилер ұйықтау уақытының 50%-ында түс көреді, ал шала туылған нәрестелер 70%. Егер өткен күн қобалжуға, белсенді оқуға, жаңа оқиғаларға толы болса, біз түстерді жиі көреміз. Демек, түс адамға өмірінде болып жатқан өзгерістерге бейімделуге көмектеседі. Миыңызды түс көруге қалай бағыттауға болады? Бірінші, ұйықтар алдында миыңызға айтыңыз: мен бүгін түс көремін, және оларды есімде сақтап қаламын. Мұны ішіңізден шамамен 20 рет қайталаңыз. Сіз тіпті түсінде не көргіңіз келетінін, қай аймақты зерттеу керектігін елестете аласыз. Бірақ түстер өз бағдарламасында пайда болатынын ұмытпаңыз. Ағза жақсы біледі қазіргі уақытта адамның нені түсінгісі келетінін. Екінші, төсектің жанына бір парақ қағаз бен карандаш қойып қойыңыз. Бұл практикалық емес, сонымен қатар символдық. Бұл сіздің түсіңіздің мағынасын түсінуге деген ұмтылысты көрсетеді. Сіздің түсіңізге деген көзқарасыңыз олардың сізге деген көзқарасын анықтайды. Түсті түсінуге тырыспас бұрын сіз ең алдымен оларды құрметтеп мойындауыңыз керек. Содан кейін сіз жиі түс көретін боласыз. Үшінші, ұйқыдан оянғанда сана баяу оралады. Сондықтан төсектен тез тұрып кетпеңіз. Ұйқы мен өң арасындағы бұл уақыт өте маңызды. Бұл екеуінің арасындағы алшақтық сіздің олжаңыз болып табылады. Оны біртіндеп қалпына келтіруге тырысыңыз. Түсті толығымен дерлік қалпына келтіргенше, әр жолы жаңа мәліметтерді қоса отырып, түсті бірнеше рет айналдырыңыз. Одан кейін орныңыздан тұрып, түсіңізді жазыңыз. Жазу кезінде жадыңызда пайда болған мәліметтерді қосыңыз. Түс жазылған кезде оны бірден жоруға немесе кейінге қалдыруға болады. Түс жору. Түстерді жоруда бос әуесқойлықтан гөрі терең қызығушылық үлкен рөл атқарады. Сіз өзіңізді ежелгі қалашықты қазып жатқан бірінші зерттеуші адам немесе археолог ретінде елестетіп көріңіз. Түстерді жору көп жағынан археологиялық қазбаларға ұқсас. Пайдалы қазбаларды тауып қана қоймай, олардың не екенін және олардың мағынасын түсіндіруіңіз керек. Осы және алдыңғы тарауда сипатталған түстер өте қарапайым түрде түсіндіріледі. Мен түстің адам әрекетін қалай бағыттай алатынын көрсету үшін мысалмен түсіндірдім. Дегенмен, мұндай түстер ерекше болып табылады. Сіздің түстеріңіздің 90% мүлде мағынасы болып көрінеді, немесе түсіндіру өте қиын. Олар сіз түсінбейтін шет тіліндегі сандырақ сияқты бос сөз көрінеді. Дегенмен, егер сіз шынымен түсіңізді түсінгіңіз келсе, және оларды жорудың кілттерін білсеңіз, олар сіздің алдыңызда жаңа әлем болып ашылады. Түстегі жіберілген жолдауларды шешу үшін символдар мен таңбалар қолданылады. Таңбалар біздің ішкі даусымызға ойланатын сөздерді жібереді. Түс тілі лингвистикадан гөрі поэзия немесе өнер саласына көбірек жатады. Адам санасының бұл бөлігі тілден ерте пайда болғандықтан тілдік белгілер емес, таңбалар ретінде қолданылады деген қызық гипотеза бар. Түстер бұл сіздің подсознаниеңіздің сізге жіберген жолдауы. Сондықтан олар сіздің ішкі әлеміңіз туралы ақпаратты қамтиды. Түстер әрқашан белгілі бір адаммен байланысты. Оның қай жерде қиындық көріп жатқанын, неден аулақ болуға тырысатынын, не жетіспейтінін, не байқамайтынын және не істеу керек екенін көрсетеді. Түсіңде көретін барлық кейіпкерлер, құбыжықтар мен монстрлар нақты өмірдің белгілі бір аспектілерін көрсетеді. Мысалы, сіздің балаларыңызды ұрлап, оларға зиян келтіргісі келетін қарақшы сіздің үйіңізге жасырын түрде кіріп кеткен түсті қарастырайық.
Сіз қарақшымен бетпе-бет келуге тырысып жатырсыз. Күрес, өмір мен өлім арасында болып жатыр. Сіз оянып кеттіңіз. Бұл түсті субъективті түрде түсіндіре отырып, ең алдымен сіз ол жерде екі адамның қарақшы рөлінде және өз рөліңізде едіңіз. Өзіңізден сұраңыз, менің қандай бөлігім балаларға зиян тигізіп жатыр? Мүмкін, сіз тым көп жұмыс істегендіктен оларға уақытыңыз жоқ шығар. Бұл түсті басқаша жоруға да болады. Мүмкін балалар сіздің меніңіздің бейкүнә және бейқам бөлігі шығар, ал сіз бұл түсіңіздегі барлық маңызды және логикалық нәрсені бейнелейсіз. Мүмкін сіздің ішіңіздегі ересек бөлшегіңіз сіздің табиғатыңызды басып тастайтын шығар. Бұл түс сізге осылай өмір сүру арқылы сіздің бірдеңе жоғалтып жатқаныңызды айтып жатқан болуы мүмкін. Енді түсіндіңіз бе? Түстерді тым тура жорудан аулақ болуға тырысыңыз. Сіз тау арасындағы бұрма жолдармен сағатына 90 миль жылдамдықпен жарыс көлігін айдап келе жатқаныңызды түсіңізде көрдің делік. Сіз бақылауды жоғалтып, түсіңізде соғылып апатқа ұшырайсыз. Ол сіздің жақын арада көлік апатынан қайтыс болатыныңызды білдіре ме? Бұл екі талай. Бұл түсте сіз туралы нақты ақпарат жоқ. Мүмкін, сіз өмірде өз өміріңізді бақылау мүмкіндігін жоғалтып жатқан шығарсыз. Сізге қай жерде баяулау керек? Мүмкін, түсіңіз арқылы сізге ескерту жасалуы мүмкін. Яғни, ауырып қалуыңыз, құнды нәрсені жоғалтуыңыз, немесе өзіңізге жақын адамнан ажырауыңыз сияқты. Түстегі өлім көбінесе өзгерісті, басқа күйге өтуді, өміріңіздегі бір кезеңнің аяқталуын және жаңа кезеңнің басталуын білдіреді. Сізге өзгерісті меңзеп тұрған болар. Мүмкін, олар тым ерте арада болуы мүмкін. Сізге осындай жорамал ұнай ма? Түнгі қорқыныштар. Бұл сіздің подсознанияңыздың сізді таң қалдыруы, өміріңіздің кейбір аспектілеріне назар аударуға мәжбүрлеуге әрекет жасауы. Подсознание сізге айтып тұрғандай, мына жерге қара, бұны кешіктіруге болмайды. Сол сияқты қайталанатын түстер сізге жетуге тырысатын хабарламалар болып саналады. Егер сіз оларды дұрыс жорысаңыз, олар қайталанбайды. Олардың қайта-қайта қайталануының себебі сіздің оларды дұрыс жорамалдай алмағаныңыз. Міне түс жоруға көмектесетін бірнеше амалдар. Түстеріңізге тақырып қойыңыз. Тақырып мүлдем мағынасы болуы мүмкін. Бұл жерде ішкі даусыңыздың жұмыс істеуі маңызды. Бұл тақырып түс жорудың басты кілті болуы мүмкін. Бұл техниканың қалай жұмыс істейтінін көрсету үшін мен мына келесі мысалды келтірейін. Көптеген жылдар бұрын маған өте сенімді болып көрінген кәсіпкерлікке инвестиция салуды қарастырдым. Біз мәмілеме жасамас бұрын мен түсімде қатысушылардың бірі қарғы баулы итімен қыдырып жүргенін көрдім. Мен одан сұрадым, не үшін итіңізбен қыдырып жүрсіз деп. Ол бұл қалыпты жағдай деп ойлағандай жай ғана иығын көтерді. Оянғанда мен бұл түсімнің мағынасын түсінуге тырыстым. Мен оның атауын ойлап таптым. Жаман иіс. Нәтижесінде мен бұл кәсіпорынға ақша салмадым. Сырттай қарағанда мен шынымен ерекше мүмкіндікті жіберіп алған сияқтымын. Бірақ 2 жылдан кейін бұл кәсіпорын және барлық ақша салушылар банкротқа ұшырады. Өзімнің түсімді дұрыс жори отырып, мен өз ақшамды сақтап қалдым. Оянғаннан кейін бірден түске оралыңыз және оның кейіпкерлерімен сөйлесіңіз. 5-10 минут бойы сізді ешкім мазаламайтын оңаша орын табыңыз. Көзіңізді жұмып, түсіңізді ойша қалпына келтіріңіз. Барлығын дәл қайталауға тырысыңыз. Бірдей оқиғалар мен бірдей кейіпкерлерді елестетіңіз. Ойша қайтадан түске оралыңыз. Оқиғалардың өрбуіне мүмкіндік беріңіз. Тек осы жолы сіз оларға өзіңіз қалағандай әрекет ете аласыз. Мысалы, балаларды ұрлау үшін үйіңізге қарақшы кіріп жатқан туралы түстегі оқиғаларды сізге түсіңізге енгендей қалпына келтіріңіз.
Бірақ тонаушымен күреске түспеңіз, тек онымен сөйлесуге тырысыңыз. Оның кім екенін, не қалайтынын, не үшін жасап жатқанын сұраңыз. Енді сіз мұны жасай аласыз, себебі сіз түсті қадағалай аласыз. Сіз балаларыңызбен сөйлесіп көріңіз. Олардың жауаптары сізді қатты таң қалдыруы мүмкін. Егер сіз бәрін түсінгіңіз келсе, бұл әдіс өте пайдалы. Сіз түсіңізді пьеса деп елестетіп, оны келесі жолдармен талдаңыз. Бірінші, кіріспе. Түстің көркем безендірілуі және ондағы көтерілген мәселенің мәні. Екінші, сюжет, іс-әрекет, сіздің түсіңіздегі оқиғалардың барысы. Үшінші, қорытынды. Сіздің түсіңіз қалай аяқталады? Мәселе шешілді ме? Бұл аяқталудың астарында не жатыр? Түсті осылай зерттей отырып, сіз оның негізгі нышандары қандай екенін білуіңіз мүмкін. Олар нені білдіруі мүмкін? Олар мені өткенмен қалай байланыстырады? Олар маған қандай хабар беруде? Сондай-ақ түстің әр сәтіндегі эмоционалдық күйіңізді талдаңыз. Онда символдар мағынасын ашудың кілті бар. Сіз жеңілдік, қорқыныш, сенімділік, ерекше күш-қуат сезінесіз бе? Мүмкін сіз кісі өлтірудің куәгері болдыңыз ба? Бірақ қорқудың орнына қуанышпен толқуды сезіндіңіз. Оянғанда сіз өз сезімдеріңізден ұяласыз. Түсті шешудің кілті кісі өлтіру кезіндегі сезімдер. Сіздің өміріңіздің қандай бөлігін өзгерту қажет? Егер осындай өзгерістер орын алса, қуаныш пен шаттықты сезінер ме едіңіз? Бұл түстер сіздің өміріңізде қандай өзгерістерді көрсете алады? Әртүрлі нұсқалармен қарастырып көріңіз. Кейде түстің мағынасы біраз уақыттан кейін ғана ашылады. Түсті мәнді болу үшін әдетте бірнеше күн немесе апта қажет. Кейде тіпті бұл уақытта жеткіліксіз. Бірақ сіз түсіңізді түсіндіре алмасаңыз да, түспен жұмыс істеу фактісі сіздің подсознаниеңіздің өсуіне және дамуына ықпал етеді. Әрбір жұмыс үшін уақыты келгенде жемісін аласыз. Сол сияқты түстерді тек рационалды ойлау тұрғысынан түсіндіруге болмайды. Бұл жерде түйсік логикаға қарағанда маңыздырақ. Әрбір түс егер есте сақталса және дұрыс жорылса, ұзақ әсер етеді. Адам ол арқылы өзінің ішкі әлемімен мәңгі байланыста болады. Түсті дұрыс жораған кезде ішімізде бір нәрсе селт еткендей болады. Біз, солай ғой дейміз. Біз бойымызда күш-қуатты сезінеміз. Түсті дұрыс жору өте пайдалы, өйткені адам ішінен басшылық алып, қанағаттану мен тыныштықты сезінеді. Түсті жору әрқашан өзіңіздің подсознаниеңізбен тірі диалог болып табылады. Түсті жору арқылы адам өз ішіндегі құдіретті күшпен шексіз байланысы бар екенін түсіне бастайды. Сіздермен бірге болған мен Қалампыр Абылайқызы. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір тастауды ұмытпаңыздар. Мен баршаңызға сәттілік тілеймін.